Анам мені құшақтап тұр еді, бәрі жақсы болған. Осы кезде мен әлгі мақұлықтың иісін сездім. Қорқыныш жалғаса берді. Ол өзін бостай бастады. Мен осы кезде пайдаланып далаға қаша жөнелдім. Дала қап-қараңғы, жолда тірі ешкім болмады. Адам да, жануар да, құс та, көлік те. Қаланың шетінде тұрған соң жарық та болмады. Мен адам көп жерді іздеп жүрдім, бірақ қайдағы адам көп жер түннің ортасында. Мен тоқтаусыз жүгіре бердім. Мен оны барлық жерден көрдім. Біреудің терезесінен, қоқыс жақта. Кейбір кезде оның қорқынышты түрі ағаштар арасынан көрінді. Оның күлкісін естідім. Оның күлкісі барлық көшеге естілді. Басыма ой келді. Одан қашу мүмкін емес екен. Ол барлық жерде өмір сүретіндей. Неге мен бұл терезеге қарадым екен? Қандай тіршілік иесі мені аңдап жүр? Мен ары қарай жүгіре алмадым. Тынысым жетпеді. Мен бір мектептің қасына бардым. Үлкен стадион, ескі турниктер мен брусиялар тұр. Сосын стадион ішіне бір дыбыстар естідім. Собордың ар жағында бірдеңе болып жатты. Мен ақырын келіп сол жерге жақындап тесіктен қарадым. Стадионда бірнеше әйел болды. Түрлері көрінбеді. Олар тізерлеп отырған бір әйелді қоршап тұрды. Ол әлгі мұстанды қоршап тұр. Ол бірдемені құсқысы келгендей болды. Ал оның аузы бірнеше метрге шейін ашылды. Одан бір жігіттің денесі түсті. Сосын мен бірнеше денені көрдім. Бұл денелер оларға не үшін керек? Не болып жатыр? Сосын мен жердің тесілгенін көрдім. Және өз көзіме сенбедім. Сол денелердің бәрін сол тесікке жинады. Қап-қараңғы жерге. Мен қараңғы жерде ояндым. Қарап көрейін деп едім, дым көре алмадым. Сосын досым ұстазға хабарластым.